Баршаңызға сәлем. Бүгін таңғы асқа өте оңай дайындалатын панкейктің рецептін сіздермен бөлісетін боламын. Құрамына керек заттар әрдайым үйімізден табылатын қолжетімді заттар, яғни сүт, ұн, қант, май, жұмыртқа, қосылтқыш керек болады. Алдағы уақытта да дәл осындай рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма жазылып алуды ұмытпаңыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы 200 мл сүтімізді құйып аламыз. Және де барлық ингредиенттердің мөлшері астында описаниеде жазылған. Сүттің үстіне 50 грамм қантымызды салып ертіп аламыз. Қантымыз еріп болған соң үстіне 50 грамм бөлме температурасында балқып тұрған сары майымызды салып тағы да араластырып аламыз. Егер сары майыңыз бөлме температурасы болмай холодильниктен алып пайдаланатын болсаңыз, сүтпен араласуы қиын болады, сондықтан майды алдын ала шығарып қойғаныңыз дұрыс болады. Бір жұмыртқамызды қосып тағы да араластырып аламыз. Және алдын ала електен өткізілген 140 грамм ұнымызды және үстіне 1 шай қасық қосылтқышымызды салып, жақсылап біркелкі массаға келгенге дейін араластырып аламыз. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте тез дайын болады және де таңғы асқа өте жеңіл, балалар да өте жақсы көреді. Міне қоспамыз біркелкі массаға келді, кішкене түйіршіктер бар, ол себебі менің майым қатты ерімегендіктен ішінде кішкене қалып қойды, бірақ ол ештеңе етпейді. Табамызды баяу отқа қыздырып, дәл осындай бір қасық көлемінде салып, домалақ пішінде пісіріп ала бересіз. Ешқандай май жақпайсыз. Баяу отта 2-3 минут аралығында дәл осындай бетіне көпіршіктер пайда болады. Бұл дегеніміз екінші беті пісті деген сөз. Яғни осындай көпіршіктер пайда болғанда екінші бетіне ауыстырып, екінші бетінде 1 минут аралықтарында пісіріп аласыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай балаларға қызықты болу үшін аю пішінде осылай жасап пісіріп берсеңіз де болады. Балалар қуана жеп алады дәл осындай пішінде. Міне біздің панкектеріміз дайын болды. Дәмі өте дәмді, балалар бас тартпай жей беретін және де ешқандай зиянсыз, күнделікті үйдегі бар заттармен дайындай аласыз. Панкейктердің бетін осылай ақ шоколадпен, немесе қара шоколадпен, немесе вареньемен де безендірулеріңізге болады. Және алдағы уақытта дәл осындай рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама жазылып алуды ұмытпаңыз, және маған қолдау көрсетіп лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Міне панкейктердің біреуін сіздерге бөліп көрсетейін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай арасының барлығы толық піскен.